Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Каспи магазинінде қалай реклама жасау керектігі жайында айтатын боламын. Каспи рекламаның көмегімен сіздер өздеріңіздің товарларыңызды бірінші позицияға шығара аласыздар. Сондай-ақ, товарларыңыз вас могут заинтересовать деген категорияға түседі. Бұл сіздерге өздеріңіздің продажаларыңызды өсіруге мүмкіндік береді. Ол үшін сіздер Каспи-ға кіресіздер, магазин Каспи.kz дегенді басасыздар. Мұнда бізде ең астында маркетинг деп тұр, соны басамыз. Мұнда бізде акция магазина Каспи.kz деп тұр, соны басатын болсақ, осы айда, келесі айда және алдағы уақыттарда болатын акциялардың барлығы көрсетілетін болады. Мысалы, бұл осы айда болған барлық акциялар. Мұны қараңыздар. Және келесі айда болатын акциялар. Міне қандай акциялар болатын сіздер осы жерден көріп отыра аласыздар. Акциялар тек алдағы бір айды ғана көрсетеді. Артқа қайтатын болсақ, реклама товаров в магазине Каспи.kz деп тұр. Соны басамыз. Міне қараңыздар, мына жерде преимуществолар, как это работает, барлығын мұқият оқып шығып, начать рекламировать товары дегенді басамыз. Мына жерде мы дарим вам 20 тысяч тенге в виде бонусов на запуск рекламы деп тұр. Запустить рекламу дегенді басамыз. Ал енді осы жер толтырамыз. Бұл жерге біз товарымыздың атын немесе категориясын жазамыз. Мысалы, смартфоны. Енді астын қарасақ, период компании деп тұр. Дата начала, дата окончания, яғни рекламаның басталатын және бітетін уақытын көрсет деп тұр. Дата начала дегенге кіретін болсақ, мұнда біз реклама өтімді болуы үшін кем дегенде 2 аптаны таңдаймыз. Рекламаның бітетін күнін дата окончания дегенге кіріп, я сам остановлю дегенді таңдаймыз да применить деген батырманы басамыз. Енді бюджетке келсек, біз бірінші өзімізге сыйға берілген 20 000 теңге бонусты жаратамыз. Ол үшін тратить не более деген жерге 10 000 дейміз. 10 000 теңге ол бір күннің бюджеті. Енді ставкасы. Астыға қарай түсетін болсақ, цена за клик деп тұр. Негізі бір клик үшін минимальный 20 теңге алады. Ал біздің категориямыз бойынша басқа продавецтерде средняя цена 43 теңге деп тұр, сол үшін 43 теңге деп жазамыз. Енді астында товары деген жерде добавить товары дегенді басамыз. Бұл жерде өзімізге керек товарды таңдап аламыз, немесе поисққа өзімізге қажетті товардың атын жазамыз. Мысалы, Samsung. Товарларды таңдаймыз. Товарларды таңдап болғаннан кейін добавить товары дегенді басамыз. Енді жоғарыға көтеріп барлығын бір тексеріп аламыз да запустить компанию дегенді басамыз. Міне, рекламная кампания запущена деді. Дәл осы жерде біз рекламамыздың аналитикасын көреміз. Егер өзгерту керек болса, мына шетінде тұрған 3 нүктені басып редактировать компанию дейміз. Бұл жерде біз уақытын өзгерте аламыз, бюджетті өзгерте аламыз, немесе цена за кликті тоже өзгерте аламыз. Мінекей сохранить дегенді басамыз. Рекламаның аналитикасын біз мои компания деген бөлімнен көріп отырамыз. Ол каждый 15 минут сайын обновление болып отырады. Дәл осы жерден біз просмотрларды, кликтарды, заказдарды, расходтарды көріп отырамыз. Егер товарды ауыстыру керек болса, смартфоны деп басып кіреміз. Осы жерде біз мысалына біріншісін тоқтатқымыз келетін болса, приостановить рекламу дейміз да, орнына добавить товар деп басқа товар қойсақ болады. Айтылған ақпараттар ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.